Ассалаумағалейкум достар, қалжандаларыңыз қалай? Бұлбұлып жүр YouTube каналы, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздердің телефондарыңыздың памяті топ қала берсе, оны қалай тазалауға болады, яғни қалай алдын алуға болады? Сол жөнінде сіздерге бүгін көрсетемін. Яғни өте қысқада нұсқа болады. Түрде мән беріп қараңыздар. Яғни сіздердің галереяңызда WhatsApp группадан келген фото, видеолардан толып қала беретін болса, ол өте қарапайым. Күнделікті өтіп жүрген WhatsApp топтарыңызға барасыздар. Және де мына жерде кез келген фото видеоларды біз қарап отырамыз, не келді, не жіберді екен деп. Мысалға мына фотоларды ашып қарайық, осылай қарайсыздар. Қараған рахметіне сіздің галереяңызға келіп тұнып қалады да, барлығы толып ше, память алады бостан бос. Сосын сізге артық приложениелер жазылмай қалатын болады. Оны енді қалай алдын алуға болады? Қысқадан нұсқа сіздерге уақыттарыңызды алмай көрсетіп жіберейін. Ол үшін оң жақ жоғары жақтағы үш нүктені басасыздар, төмен жақтағы баптау, яғни настройка бөліміне барасыздар. Одан кейін чаттар, яғни хаттар деген бөліміне. Мына жерде видимость медиа сіздерде осылай тұруы мүмкін. Оңға қарай жылжытып тұрса, бұны керісінше жылжытып осылай сөндіріп қоясыздар. Сыртқа шығып, артқа шығып, уайым қайғысыз мына жерден фото видеоның барлығын қарай берсеңіздер болады. Еш қайсысы галереяңызға келіп түспейді, өзіңіз сақтап алмайынша. Міне, сіздерге айтпағым осы болды. Видеоны лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Келесі кездескенше аман болайық, сау болайық.